Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Last Life YouTube каналының кезекті телесұхбаты Тұлғаны таны айдарының бүгінгі қонағы ауған соғысы ардагері, ауылымыздың белді де беделді азаматтарының бірі Тиманов Алтынбек Еренбекұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Құрметті Алтынбек аға, енді алдымен өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз, туған жеріңіз, жалпы балалық шағыңыз қандай болды, сол жайлы қысқаша ақпарат бере кетсеңіз. Топқайын ауылында 1967 бірінші августта дүниеге келдік. Қарапайым семьяда өстік. Біз 8 бала болдық. Әке-шешем қарапайым ауыл жұмысшылары болды. Одан кейін осы мен Катонда Рыков мектебінде бітірдім ақырғысын. 8 жыл Топқайын орта мектебінде, 2 жылды Рыков мектебінде бітіріп, тәмамдап. Ол кезде армияға 18 жастан шақыратын. Сол 18 жастан бастап армияға дайындалып, армияға кеттік. Учебкада болдық Ашхабадта. Катондан да бірнеше балалар барды бізбен. Арғата учебканы бітіргеннен кейін Ауғанстанға барып түстік көктем айында 85 жылы. Одан ойдағыдай службамызды өткіздік. Ол жақта да неше түрлі қиындықтар да болады, жеңілдіктер де. Балалар болғаннан кейін жаспыз ол кезде, 18 жаста. Күш бойымыз, жігеріміз бәрі өзімізде мықты болдық. Спортпен шұғылдандық кезінде. Енді не айтамыз? Ол жақтан да келмей қалған жігіттер болды. Бірге кеткен 3 бала едік. Соның біреуі Мұсабай Берлан Лұқбекұлы сол жақта қалды. Екеуміз қайта қайттық. 1,5 жыл ауған жерінде службада болдық. Енді содан келіп, осы Катон-Қарағай өңірінде, ылғида осы Катон районына еңбегімізді сіңіріп жатырмыз. Шофер мамандығын оқып бітіріп, машин жүргізуші болдық. Неше жыл өкімет құрды. Өкімет құрғаннан кейін өзіміз жеке шығып, мал шаруашылығын ашып, жер алып, сонымен көп шұғылдандық. Неше жыл мал бақтық, бие саудық. Талай жыл сонымен өтті. 6 балам бар. Бәрі енді балалар оқуларын оқып, бітіріп, бәрі орын-орнына қонып, бәрі қызметте, әр жер салада жұмыс істеп жүр. Ең кішкене ұлым енді міне осы мектепте 3-ші класста оқиды. Енді соны өсіріп жеткізсек арғата тәрбиелеп үлкен міндетіміз. Жалпы енді рахмет. Тағы бізді қызықтырған кезекті бір сұрақтың біреуі, бұл сіз жалпы осы әскер қатарынан кейін осы ауған соғысына жалпы барған кезде басыңыздан қандай күй кештіңіз? Жалпы осы ауған соғысына бару туралы шешімді қабылдаған кезеңіңіз туралы айта кетсеңіз. Бұны біз учебка кезінде Ауғанстан елінен солдаттар келіп жатты. Солардан сұраймыз, бұл қалай, армия қалай екен? Мықты болыңдар жігіттер. Ол жерге бірінші керегі спорт. Спортпен бір-бірін тыстамаңдар. Алдап, өтірік айтқан болмайды ол жерде. Ылғида шындық болсын. Өздерің мықты болсаңдар, бәрі жақсы болады ол жерде. Бізді көп көмек көрсетті ол келіп жатқандар. Онан кейін біз де өзіміз жолдастардың арасында бір-бірімізге күш-жігер беріп, енді ол жерде бармаймын дейтін балалар болмады ол кезде. Балалар мықты болды. Бәріміз жиналып, Ауғанстан түсіргенде бір ешқандай қорқыныш жез болған жоқ. Ол жастық. Енді ондай қадір балаларға бермесін ондай. Олай бейбітшілік болсын, амандық болсын. Сонда жалпы еш ойланбастан тәуекелге бел будық дейсіз ғой, жастықтың жалынымен. Солай болды. Жалпы осы ауған жеріндегі қызмет сіздің отанға деген
көз қарасыңызды өзгерте алды ма? Егер өзгертсе, қалай өзгертті? Сол туралы баяндасаңыз. Негізі өзгертеді. Ол жерде қиындық көрген адам Мгм. көп ойлайды ғой. Иә. Ақырын аттап басады. Бәрін ана жақпен мына жақты салыстырамыз. Ол жақтың жағдайы, мына жақтың жағдайымен өзгертеді, адамды көп өзгертті. Мгм. Ал жалпы сол жылдары сізге ең үлкен тірек болған не нәрсе болды? Немесе кім сізге бір ерекше бір демеу көрсетіп, қолдау білдірді сол уақыттарда? Немесе сол соғыстан оралғаннан кейін? Енді ол жақта енді жолдастарым көбінде Мгм. тірек болып бірге жүріп, ақылшы болып бір-бірімізге. Олар тірек болды. Мгм. Мұнда келгеннен әке-шешеміз болды тірек. Біз көтерілгеннен кейін олар көмектесті. Енді қазір сол біз енді бала-шаға тірек болып жүрміз. Енді өмірдің несі солай ғой. Иә, иә. Бір-бірімізге тірекпіз. Заңдылығы, иә. Заңдылығы. Иә, жақсы. Ал енді мына осы соғыстан оралған уақыттан кейін мына бейбіт өмірге қайта бейімделу сіз үшін қиын болмады ма? Ол кезеңдер қалай болды өміріңізде? Енді ол келгенде біздің досымыз қалып қалған, бізге ең қиын бір уайымыз сол болды. Мгм. Оны келгенде біз сол досымның үйіне барғанда сол әлгі айтып естіртіп қалай болғанын айтқан бізге қиын болды. Ол кезде ол досымның әке-шешесі тірі еді, қазір марқұм болдылар да. Сол кезде бір қиын жағдай болды. Осы келіп оны нетіп, олардың үстіндегі шинель нелерін алып келген мен. Әкесіне көрсетіп, шешесіне иіскеп әлгіні баласының несін. Мгм. Ол қиындық болды енді сол кезде. Енді сол кісілермен өлген чардасып тұрдық. Енді қазір мына ағайындар бар. Солармен араласамыз. Мгм. Енді кешегі бүгінгі күні міне облыс бойынша волейболдан турнир өткізіп жатыр. Енді оған да ауған жігіттер аздап көмектерін көрсетті, қолдап ақшалай анау мынасына. Кеше оған рахметтерін айтып жатыр. Бүгін бара алмадық біз. Жылда өзіміз Березовка мектебіне барып волейболдан, күрестен жарыс өткізіп жатырмыз. Мгм. Мен биыл район орталықта болғанда башамға кетті бәрі. Иә. Жалпы енді осынау ауған соғысынан кейінгі осы туған жеріңізге оралған кезіңізге тоқталсақ, жалпы осы туған жер деген ұғымның сіздің өміріңізде жалпы алар орны қандай? Осы өлкенің мына Катонқарағай мекенінің қандай қасиеті сізге бір ерекше күш береді? Енді ол ар жақтан келгеннен кейін мына жақ тыныштық бір жағынан. Иә. Ешқандай уайым жоқ. Мгм. Не істеймін деп көп ойланбайсың. Ол жақта енді бұл анандай соғыс болып жатқаннан кейін адам соғыстан келгеннен кейін тыныштыққа жақсы бітім үйреніп кетеді. Мгм. Жақсы. Жалпы енді өзіңіз ардагер ағаларымыздың бірі ретінде мынау келер ұрпаққа, қазіргі жастарға елге, жерге қызмет ету деген ұғымды қалай түсіндірер едіңіз? Енді ол жастарға ұғымды түсіндіретініміз енді біз енді неше жыл районымыз бөлек кетті, 30 жылдан қайта оралып жатыр. Енді жастарға айтатыным мына бір қазық қақса да осы Катон районына қақсын, көркейтейік осы районды. Арғатада бұл өзімізге керек. Арғы ұрпағымызға, бала шағамызға артында бір іс қалдырып кетуге ол жөн әрбір азаматтың. Соны ойлаймыз, көркейте берейік деймін осы Катонды. Ылғи да жақсылық болсын, балалар тыныштық болсын. Енді бұл жақсы өмір сүрсін балалар. Соған өзім ойымды қосайын, бір ісімді қосайын, бір шаруаларымды істеп жатырмын. Иә. Тағы да арманымыз көп. Соның бәрі арманым орындалса жақсы болар еді деп ойлаймыз. Иә, енді ол келешектегі армандарыңыздың барлығы орындалсын деп біз де сізге сәттілік дейміз. Жақсы, келесі сұрағымыз қазіргі міне бүгінгі күндегі осы жаңа Қазақстан деп көп тілге тиек етеміз ғой. Осы бүгінгі Қазақстанды көріп, өткенмен салыстырғанда қандай ой түйесіз бір?
Енді бұрынғы Қазақстан мен қазіргісі енді дұрысталып келе жатыр. Өкіметіміз Тоқаев енді дұрысынан сөйлеп, жастарға көп білім жағынан болсын, көмек жағынан, кәсіпкерді дамытуға неше түрлі нелер ақшаларын бөліп, субсидия көтеріп, туризмді көтерейік деп жатыр. Енді оның бәрі іске асса, мына біздің катонымыз 1-2 жылда көркейеді деп ойлаймыз. Ел танымайтындай үлкен қалаға айналып кетуіміз болғай тұр енді. Соның бәрі іске асса. Иә, жақсы. Енді бұл да бір бүгін ертең болмаса да жалпы ауданымыздың гүлденуде бір ары қарай дамуы, қарыштауы, бұл да бір жүзеге асып жатқан, қазір өзінің жүйесіне келіп тұрған бір жақсы кезең деп білеміз. Жалпы енді сұхбат соңында көрермендерге жалпы осы туған жеріңіздің ауылдас тұрғындарыңызға айтар жүрек жарды бір тілегіңізді жолдасаңыз. Енді мына жаңадан құрылып жатқан районымыз мықты болсын, жемқорлық болмасын. Енді жан-жақты қарап отырсақ, енді адам қорқатындай әр жерде соғыс болып жатыр. Сондай соғысқа ілінбей Қазақстан тыныштық болсын. Мына енді балаларға жамандық көрсетпей, соғысты көрсетпей, ылғи да жақсылықта болып жүрейік. Енді мына катонымызды көркейтейік. Дендеріңіз сау болсын. Сіздерге рахмет, міне бізді келіп шақырып отырғандарыңызға. Жақсылық болсын, Қазақстанымыз, катонымыз көркейе берсін. Айтқаныңыз келсін, Алтынбек аға. Сізге де бүгінгі біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге, өзіңіздің ақжарма тілегіңізді көрермендерімізге жолдағаныңызға шын жүректен алғыс айтамыз. Тек жеңісті күндерде жолыққанша. Рахмет сіздерге де. Жақсы.